Ал кеше маған түнде неге десеңіздер осындай доставка келді. Бұл әрине кімнен? Шерханнан. Қараңыздар. Ой, мен айтқан осы дәрілерімді және де кассетімді салып жіберді. Үлкен рахмет. Енді ауыстырып киетін кассеттерім бар. Әйтпесем ана кассетім жаман болып кетіп еді. Бір кассетпен қиналып кетіп едім. Түнгі сағат кешке қарамай барып әкеп берді. Бүгін бізде арбуз, ампапивка дезі. Кішкене. Ойлап тұрам, адамның ниетіне қарай шығып ішеді. Енді маған дайникке жиі келетін сұрақта Ботаның үйінде жүрген қыздар кімде деп часто келеді. Енді бұл қыздар кім? Мен алдын айттым. Бұл қыздар менің сіңілдерім, нағашы туысқандарым. Никол бойы келіп, мына Жігерге қарасуға келген болатын. Құттықтап қойсаңыздар болады. Ертеңнен бастап Жігер садикке барады. Сонымен енді бұл үлкен қыз мына жерде Гаухар мен Береке. Бізде қай классқа барасыңдар? 10-ға. 10-ші классқа өтіп жатыр. Бұл қарындасымыз 3-ші классқа барайын деп жатыр. Ана, уже понятно. Деп қойайын. Сонымен ертеңнен садикке кетсе, бұлар бала қарап жүрген еді ғой. Бұларды да мен құр қалдырмайын деп жатырмын. Не десеңіздер, ертеңнен бастап сендер де сабаққа барасыздар. Бошымен 10 оқиды, 11 N тапсырасыңдар ғой сендер. Соған енді ағылшын курсына, Милтон орталығына жазып қойдым үшеуін. Ауылда ағылшын тілі прям дамымаған ғой, оны жасырып не істейміз? Әйтеуір мами дегенің кім, мадзер, фадзер, грандфадзер сонымен бітеді, дог, кэт дегенмен бітеді, бол арғырай дәші жоқ. Қазір менің оқырмандарымның арасында менің стористерімді 90% мамалар, ата-аналар көретін мен білемін да. И осы орайда мен сіздерге және де сіздердің балаларыңызға пайдалы бір дүниемен бөліскім келіп тұр. Жаңа айта кеткенімдей, бұйырса сентябрьға бір-ақ ай уақыт қалды, бір-ақ ай. Енді көп балалар қазір не? Телефонда жүр, қыдырып жүр, демалып жүр. Базовый жаңағы білімдерін ұмытып қалғандары да жоқ емес, бар. Мысалы бізде де отыр ғой мына жақта Хай мен Байды ұмытып не екенін түсінбей. Қандай мен үйдегі осы сіңілдерімді Милтон орталығына берейін деп жатырмын. Ағылшын тілін үйренгісі келіп жүрген, ағылшын тілін жақсартқысы келетін, 3-4 айда ағылшын тілін үйрену мүмкін емес дейтін жандарға мүмкін қылатын орталық. Сол жақта баласы барады. Кәдімгідей ағылшын тілін сайрап тұр ғой. Орыс тілінің өзін дұрыс айтпасақ, ол басқа мағынаны біліп жүреді ғой. Ударение дұрыс қойылмаса. Сол сияқты ол жақта да кәдімгідей нақты сөйлеумен де жұмыс жасайды. Және де маған ең қатты ұнағаны, ол жақта 10 жылдық тәжірибелері бар мұғалімдер кәдімгідей балаларға сабақ үйретеді. Және де IELTS бар мұғалімдер де бар. Ойлаңыздаршы, оқушылар бар ғой, солардың даже көбісі шетелде де білім алып жатқандары да жетерлік. Енді достар, егер де сіздерде балаларыңызға қандай бір ағылшын сабағынан жақсы орталық іздеп жүрген болсаңыздар, ойланбай осы Милтонға барсаңыздар болады. Балаларыңызды берсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Ең бастысы ол жақта жаңағыдай бала Zoom арқылы видеозвонокпен куратормен 24/7 байланыста отырады. Жаңа айтқандай сөйлеу жүзі практика жүзінде өтеді. Әр сабақтан кейін жаңа баламен сөйлесіп, дұрыс айтылып жатыр ма, дұрыс оқылып жатыр ма, барлығына назар аударылады. Бағанағыдай басқа жақтағылай дайын видео сабақты бере салып, ондай ешқандай нәрсесі жоқ. Барлығы кәдімгі кәсіби тәжірибелі түрде сабақты үйренетін болады. Жаңа айтып жатырмын ғой, енді мұғалімдердің барлығы тәжірибелі, IELTS сертификаты бар мамандар. Дәл қазір енді сіздерге керемет мүмкіндік қандай десеңіздер, дәл менің оқырмандарыма 90% жеңілдікпен 490 теңгеге сіздер осы Милтонның пробный сабағын ала аласыздар. Егер ұнап жатса, дальнейшем балаларыңызды берсеңіздер де болады. 490 теңгеге қазір балаларыңызға беріп көріңіздер. Қараңыздар, қалай сабақ өтетінін, қалай барлығы болатынын өздеріңіз бет көре аласыздар.
Zoom арқылы бала жаңа айтқандай бетпе-бет куратормен сабақ өтетін болады. Барлығы жақсы тәжірибелі мұғалімдер ең бастысы. Төмендегі сілтеме арқылы пробный сабақты ала аласыздар. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Қосылайық бітсін, жабылсын деп отқандар қуанып қалған шығарсыздар енді. Не істейсіздер енді, не көресіздер енді. Ал біз өзіміздің жұмысымызды әрмен қарай жасап жатырмыз. Не істеп жатсың, қайдасың деп отқандарға сразу бірден жауап берейін. Сол баяғы өзім тірліктерімді жасап жатырмын, жұмыстарымды. Сақалымды алып тастамайсың ба деп отқан кісілер, не анау шалқсап деп отқандар, міне жаймендеп алып келе жатырмын, міне жаймендеп. Яқтан бастадым өзім переход. Срочно одан кейін клининг сотрудник іздеймін. Апкелер, тәтелер бірден жаза беріңіздерші. Жекеме жазыңыздар, мен жауап беремін, өйткені бүгін таргет жібереміз, ертең ары күні уже жұмыс басталып кетеді. Сондықтан жазыңыздар, ұялмаңыздар. Сізге де жұмыс болады, бізге де жұмыс болады дегендей. Ал кеттік, кім бірінші жазады, сол кісілермен постоянно жұмыс жасайтын боламыз. Сосын еңбегіне адал, сондай адам керек, тұрақты, таза, солай жұмысын жасайтын адам керек болды постоянкаға. Кім бірінші кіреді, сол кісілерді мүмкін осы точкамызды старшы қылуымыз мүмкін. Сондықтан давайте күтеміз. Алейкум салам, жақсы, өзің қалайсың? Сардор ака. Красавчик Сардор. Сардор, бәрі жақсы, мен де аман есен. Өзіңде қалай? Достар, кеттік. Süt içti. Bol süt içeyim. Четвертый киксы просто последний ойнап беріңдерші. Блин, не может. Сардор, бір қасқыр жіберсек, Сардор, Өзбекстан атынан деп, қасқыр. Деп. Қасқыр бол бауырым. Тахида, Гүлназ, Арай, Моля, Мадина, Нұрай. Бәрі отырбастыр ғой, табақтай бол, Нұрхуя себе. Достар, андай давлением түсіп кеткен екен, бәсе бірден жүрегім айып басым айналды. Сардор, волк, или кит бар, не бар? Сардор ака, Дубайдан. Кет.